Мына майдың менде морозильникте тұрғанына біраз уақыт болды. Бөлек ыдысқа майларымызды екі бөліп салып, жарты сағат қайнатып аламыз. Мына жерде пияздың қабығы, яғни майды қызарту үшін лавр жапырағы, қара бұрыш, тұз бар. Ал мына жақта лавр жапырағы, қара бұрыш және де тұз бар. Осыған екеуіне бөліп майды 30 минутқа қайнатып аламыз. Мінекей бір қойып қайнады. Қазір енді баяу отта жарты сағатқа пісіріп аламыз. Бұл жақта екінші ыдысымдағы да шаймен қайнап келе жатыр. Мінекей жарты сағатымыз өтті. Қызыл реңк пайда болды. Бұл пияздың қабығына салынған, және екіншісі ақ түсті болып тұр. Қазір осыларды тұз, бұрыш қосып дайындайтын боламыз. Мына жақта кептірілген жалбыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз және де чеснок бар. Осының барлығын бірінші жақсылап араластырып аламыз. Жаңа пиязға піскен майымызды осылай әбден жағып шыққанымыз осыған. Мінекей дайын болды. Ақ түрі, қызғылт түрі, мінекей сарғыш. Бұл жаңағы пияздың қабығына қайнатылған, және де мынаның сыртында паприка бар. Енді осыны 2 сағатқа салқын жерге холодильникке салып қоямыз.